Assalamu alaikum. Алан қалаумен бүгін 10-ші күніміз. 10-ші күнді енді бүгінгі істелініп жатқан және істелінетін жұмыстарымыз терезелердің откостарын шығару және шүкіркілер аяқталып қалды. Құрын токысын жағып, галтылдарын жабыстыру. Бізбен бірге болыңыздар. Bir-birin sıylay billetin, bir-birin tınday billetin, bir-birin sizdep turratın, bir-birin izdep turratın, bir-birin kolday allatın, bir-birin korgay allatın, bir-birin maktap şöhretin, bir-birin şahtap şöhretin, Kazak'ta körgüm kelledi. Assalamu alaikum, құрметті жамағат. Міне Алланың қалауыменен жұмысымыздың қызу үстінде қажет ағамыз бізге қолдау көрсетіп келіп отыр. Қажет ағамыз асарға келіп қапты, қарсы алып алайық. Ассаламу алейкум. Шүкір. Амансыздар, ассаламу алейкум. Иә, мінекей Алланың қалауымен мына жерде мұғжиза қоры тағы да бір мұқтаж адамдарға тапсырайық деп отыр екен. Соған енді біз сауаптан қалмайық. Бізде Алланың рахмына бір бөлініп қалайық деп осыған асарға келіп отырмыз. Нұреке құтты болсын. Әмин, Алла разы болсын. Біріңізді ішке көрейік. Көрейік. Қалдарың қалай? Маған қандай жұмыс бар? Мен не істеймін? Алла қаласа шүкірге күтіп тұр. Ең бас болатын жұмыс. Үстіңізде киіміңіз киіп алсаңыз. Болды, қазір киімді ауыстырып алайын. Bir-birin batır qıllatın. Әрине, ауылдың баласы болған соң істейсің ғой. Оның үстіне мен өмір бойы танымал болған жоқпын ғой. Танымал болмай жүрген кезде де сахнадан басқа естіп жұмыс істейтінбіз. Стройкада да істедік кезінде. Бірақ енді мысалы стройкада істедік, ауылда бала болған соң істедік, бірақ онда сен өзің үйіңе өзің үшін істедің. Ал мынандай осындай қайырымдылықпен айланысқан кезде осындай мұқтаж адамға көмектескенде Аллаға ұнайтын нәрсе ғой. Сондықтан қуана істейсің де, сауап жинайсың. Бір-бірімізге көмектесіп жүрейік. Мұқтаж адамдар өкінішке орай қазақ елімізде көп, бірақ нағыз жанашыр қазақтар да бар. Сондықтан бір-бірімізге көмек қылайық. Қалды енді қазір бөгет жасамаңыздар, мен мына жерді бітіріп тастайын. Bir-birin batır qıllatın, bir-birin Әбет бар ба? Мына жерде мінекей таңы сағат 9-да келгем. Сағат 1 болыпты. Жігіттер әбет жасайық дейді, сол әбет ішеміз. Келеді жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан. Потомники растворды. Бұрын ана Астанада Сезам деген ЖК бар, сонда немеде істедік, кладкада. Мен подсолнекпін. Қолдан раствор елеуден басқа шамын жетпейді, соған бәріне раствор тасып жүріп, кладка беріп отыр, 13-ші этаж ба, 12-ші этаж. Раствор дейді. Жүгіріп кемшелекті көміп өткізіп, раствор дейді. 8 камешек тұр да, 8 бұрыштан. Canım tilgen. Raствор! Жамандық пенен алысқан, келбай тоқ мына далада, тұлпарым мініп шабысқан, қазақты көргім келеді. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос. Малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма қорға татулас.
жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада тұлпарын мініп шабысқан қазақты көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Мінекей бізде бір күнімізді арнап осы келіп асарға қатысып, бізде бір Алланың жақсы бір ісіне асық болып келдік. Нұреке, шақырғандарыңызға Алла разы болсын. Сіздерге де Алла. Енді мына құрылыстарыңыз тезірек бітіп, мына мұқтаж адамдар тезірек осы отбасыға кіріп, осы отбасыда тек қана бақытқа бөлене берсін. Жақсы амалдар жасауға асыға ағайын. Көргім келеді. Жақсылық үшін жарысқан, жамандық пенен алысқан, кең байтақ мына далада. Аумин, Аллахым осы дастарханға береке беріп, осы аман есен үйді бітіріп, аман есен отбасымызға орала берейік. Аумин. Қазақты көргім келеді. Ағайындар, бүгінгі жоспарланған жұмысымыз аяқталды. Бүгін Қажет ағамыз да келіп, қол ұшын тигізіп, бізге қолдау білдіріп кетті. Жігіттерді жігерлендіріп, ол кісіге де Алла разы болсын. Жақсылықтың таралуына үлес қосқан ретінде достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бір-бірін демеп жүретін, бір-бірін жақсы көретін, бір-бірін бауыр көретін, қазақты көргім келеді.